екі әрпін танып, әліппемен қоштасқалы отыр. Көлге айналған бұлақтың қайнар көзін көріп пе ең? Том қалың кітаптың басы болған әліппең. Ақын Мұзафар атамыз жырлағандай, әліппенің атасы, оқулықтың атасы атанған әліппені аяқтап, бүгінде біздің балалар оқу атты кемеге отырып, білім теңізінің бір белесін бағындырып отыр. Олай болса, осы 4 ай ішінде алған білімдері мен өнерлерін бүгін ортаға салғалы отыр. Зор ықыласпен қабыл алыңыздар. Армысыздар, мұғалімдер, әжжандар, білім іздеп ине мен құдық қазғандар. Қош келіпсіз әліппенің тойына, бүлдіршінге арнайы жыр жазғандар. Армысыздар, ақ жаулықты аналар, жидерінен мейірім мен нұр тамар. Алдарында жалқазындай құбырған, біз алаңсыз балғын шақты балалар. Өзгеріп жатыр бүгін оқулығым, көп алып ұстазымның айтқан сөзін. Бет алып болашаққа бара жатыр, аяулы 6 жасар балалығым. Өтті оқу сансабақ, бүгін үлкен салтанат. Оқулықпен достасқан, әліппемен қоштасқан, өсті білім ойымыз, құтты болсын тойымыз. Уақалайық шақырып, ардақтасыл әжені, қуанышқа қол жайып, тілейік ақ батаны. Тойымызды бастайық, тойға шашу шашайық, ортаға ақ жаулықты әжемізді шақырайық. Жасырайын, сендер жауабын айтыңдаршы, іші толған әріпке білімдегі жарық не? Дұрыс айтасыңдар балалар, біздің ең сүйікті оқулығымыз ол әліппе. Олай болса, бүгінгі қонағымыз да ол әрине әліппе. Бүгінгі тойымызға әліппені арнайы шақыртқан болатынбыз. Олай болса, зор қошеметпен ортаға алыс жолдан шаршап шалдығып жеткен әліппені шақырайық. Қане, 1, 2, 3. Саламатсыңдар ма, балақайлар? Саламатсыңдар ма, балақайлар? Дауыстарың естілмейді ғой сендердің. Ой, жарайсыңдар, бүгін әліппемен қоштасу кеші екен ғой сендерде. Мә, өкінішті, сендермен қоштасқан маған ұнамайды, ал сендерге ше? Құтылғанымызға қуаныштымыз деп атқан шығарсыңдар, я менен, я? 3 жалғауды оқыдыңдар ма? Неліктен ойнамадыңыз ше? Минутқа оқыдыңдар ма? Жарайсыңдар балалар, мені жақсылап оқыңдар, сонда мен сендерге күшті сыйлықтар беретін боламын. Минутқа оқыңдар, жарай ма? Келістік қой, ә? Ал, құрметті ата-аналар, мына сіздің балаларыңыз әліппемен қоштасып, әріп танып жатыр екен. Бұл үлкен бір қуаныш. Бұл жерде мені үйреткен, әріптерді үйреткен Индира апайыңа үлкен рахмет айтпаймыз ба, балалар, солай ма? Қалай айтамыз рахметті? Бәріміз бірге рахмет. Қане? Жарайсыңдар балақайлар, сендерге әлі менің тосын сыйым бар, сендер оны білмейсіңдер. Тосын сый деген не, білесіңдер ма? Иә, сыйлық. Әлі сендерді талай сыйлықтар күтеді. Сондықтан бүгін тақпақтарыңды жақсылап орындаңдар, жарай ма? Жаңа осы жолда
келе жатып, мен математиканы да көріп қалғандай болдым. Ол да сендерге қонаққа келе жатыр екен. Оны күтіп алуға дайынсыңдар ма? Мен біраздан соң оны шақырамын, сол кезде ол келеді. Олай болса, мен сөз кезегін жүргізушіге берейін. Құрметті әрпе, біздің 4 ай ішінде балалардың ертегі оқып, қаттанып, өздерінің атын көркем етіп жазуға үлесіңізді қосқаныңыз үшін сізге үлкен зор алғысымызды білдіре отырып, бүгінгі біздің үлкен ұлан асыр тойымыздың құрметті қонағы болу үшін сізді тойымыздың төріне шақырамыз. Той төрінен орын алыңыз. Рахмет сендерге. Өзіңізге арнаған сый ән жырлары бар. Қазір өзіңізге тарту етеді. Зор ықыласпен қабыл алып отырыңыз. Жарайсыңдар балақайлар. Үйретіп бізге ұстаз әліппе, үйретіп бізге ұстаз әліппе, мұғалім ғылымға жол салып берді. Адамның ақыл ой мақсаттары оқудың сәлесімен жарық көрді. Ой, рахмет әліппе. Ана әке атым сен бізге елітті әліппе, бізге нағыз жақын сен, сені білме әріптен. Таныстырған кірек әріппем, қош бол мен қасиет әліппем, сен артынан оқыса да білгем, сауатты адам санатына кіргенін. Әліппе деген алтын жол, апарар сені алысқа, жеңіл емес ауыл жол, тұрмысы бақ намысқа. Қош бол құтты әліппем, көп нәрсені үйреттің, таңыстырып әріппен тақылдатып сөйлеттің. Асыла берді алдымнан кен дүние есігі, соғылған соңдап алтыннан әліппе білім бесігі. Бәлік әріп бағалы, айтып әділ бағаны, әріпсіз сөз болмайды, онсыз буын толмайды. Адам бәлік әріпті ардақтайды, қолдайды. Оқудық, ойлады, қызығына тоймадық, әріптен үйрені сауат астық тойладық. Тұңғыш қаламап, әріпін жазасың, біліп апан саралып, бұсына ең алғаш алғанда әріппені қызығып қарай бердің әріптерді. Мен үшін жұмбақ болып қалар ма еді, ұстазым оның кілтін алып берді. Үйретеді әріпке, қуыршақпен қоштастым, әріптермен достастым. Өмірге жол бір өзінен бастадым, алфавитті алға сенен жаттадым. Ұстаз ана естен кетпес мәңгілік, үйірінен жауырынан қаққаным. Сенен төліп ұшаған мен, өзің берген білен мен, биіктеге шаған мен. Әліппе
жазуға әзірміз. Абай Атыжанды орындауында әліппе әнін қабыл. Алғаш рет қолыма ұстады, әліппені сыйлаған ұстазым. Біліп алды әліппе ашты жол. Рахмет саған әліппе қошса бол. Әліппе, әліппе, айналады бүгін саған. Әліппе, әліппе, алғысымыз шексіз саған. Көмегінің үнінен әліппе, 42 табыстық әліппе. Сені ашты білімді алдық мол. Рахмет саған әліппе қош сау бол. Әліппе, әліппе, айналады бүгін саған. Әліппе, әліппе, алғысымыз шексіз саған. Әліппе, әліппе, айналады бүгін саған. Әліппе, әліппе, алғысымыз шексіз саған. Әліппе, әліппе, айналады бүгін саған. Әліппе, әліппе, алғысымыз шексіз саған. Өнерлері бірінен бірі асып тұр ғой. Балалар, енді мен сендердің білімдеріңді тексеріп көргім кеп жатыр. Болады ма тексеріп көрсең? Ал, олай болса бір жұмбақ жасырайын сендерге. Қабат-қабат қаттама, ақылың болса аттама. Ия, кітап, я оның аты. Онда сағы екінші бір сұрағым, қазақ тілінде қанша әріп бар? Оның ішінде дауыстылар бар ма? Тағы да? Ой, жарайсыңдар, дауыстылар қалай шығарылады? Еркін шығарылады, я? Ал дауыссыздар ше? Қысылып шығарылады екен. Мұналар бәрін біліп тұр ғой. Ұстазы өте керемет екен бұлардың. Рахмет ұстазына. Осында бір математика деген досым келуі керек еді. Досым қайда кетті екен? Математика! Өй, не болып қалдың маған? Жібер Жалқаубек деймін, жібер. Жібермеймін. Балалар, сендер математиканы оқып не қыласыңдар? Ей, мынау қайсысы өзі? Мен Жалқаубекпін. Жалқаубек, сен неғып жүрсің білім ордасында? Қуып шығу керек қой мынандай Жалқаубек дегендерді. Жоқ, менің бұл жерде достарым бар. Достары бар? Мына жерде Жалқаубектің достары қайсысың? Қайсысың кітап оқымайсыңдар? Сабақ оқымайтын. Сабақ оқымайтын Жалқаубектің досысың ба сен? Жоқ. Досың емес ол сенің. Мен. Жоқ. Ешкім семен дос емес, көрдің ба? Сен неге математиканы ұстап аласың? Балалар деген математиканы білуі керек қой, солай емес пе балалар? Балалар математиканы білсе қанша рет санай алады? 1, 10-ға дейін санай алады, я? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ал сен білесің ба 7-ден кейін қанша? 7-ден кейін 12? Мә, саған мынаны қараңдаршы.
Ал 20-дан кейін қанша? 35. Мәссаған, балалар 20-дан кейін қанша саны болады? Әне 21. Жоқ! 21. Әне 21 ақымақ. Екіге екі қосқанды да біледі бұлар. Нейді математика әлі. Ал сен айтшы, ал бірге бірді қосса қанша болады? 4. Я, дұрыс айтады балалар, дұрыс. Ой, әліппе білесіз бі? Мен деген балаларға қонаққа келе жатырсам, Жалқаубек мені ұстап алып жібермей қойғаны бола ма? Жалқаубек, сенің оның не? Бұл балалар математиканы үйренудің қажеті жоқ. Үйде жатсын телевизор көріп. Чупа-чупсеп. Бұлар олай жатпайды, чупа-чупсты уақытында жейді, қайта-қайта жей бермейді бұлар. Бұлар Күнде жейді. Күнде жейді бұлар. Жалқаубек, біздің балалар мені жақсы көріп оқиды. Айтыңдаршы, математиканы барлығымыз білеміз ғой. Әне математиканы барлығы біледі бұлардың. Математиканы білмейді. Онда тексеріп көрейік. Математиканы білетін тексеріп көрейік базар. Математика сұрақ қойшал. Ал, мен сұрақ қоям, балалар, сіздер осы мұқият тыңдап, маған жауап бересіздер, жарайды ма? Егер дұрыс жауап бермесеңіздер, мен Жалқаубекпен кетуіме тура келіп қалады.